Жұлдыз болу оңай шаруа емес. Шыңға бірнеше адам ғана жетеді. Дегенмен, кейбір жұлдыздар мүмкін емес нәрсені жасай алды. Атақты адамдардың көпшілігі жас кезінде жұлдызды жолдың оларды күтіп тұрғанын ешқашан білмеген. Қайырлы күн, қымбатты достар мен жазылушылар. Сіз барлығы туралы бәрі арнасына қайта оралдыңыз. Біз сіздерге тағы бір қызықты шолу дайындадық. Біз сіздерге кездейсоқ танымал болған атақты адамдарды ұсынамыз. Ендеше, жайғасыңыз, кеттік. Лионель Андрес Мессидің әкесі Хорхе Радио Месси болат балқытушы болған. Анасы Селия Мария Месси тазалаушы болып жұмыс істеген. Лионель футболды 5 жасында бастаған. Оның әкесі жергілікті Грантоли футбол клубында жаттықтырушы болып жұмыс істеген. Бірақ Лионельді алғаш рет әжесі, оның футбол саласындағы табысына сенетін отбасының жалғыз мүшесі сабаққа алып келген. Көп жылдар өтті. Месси ең ұлы футболшы болды. Және осы уақытқа дейін соққан әрбір голынан кейін, ол 10 жасында осы дүниеден кеткен әжесінің құрметіне қолдарын жоғары көтеріп келеді. 1 жасында оған өсу гормоны соматотропиннің жетіспеушілігі диагнозы қойылды. 1 жылдық емдеуге $11,000 қажет еді. Оны Ривер Плейт басшылығы да, Мессидің ата-анасы да көтере алмады. Леоның әкесі ұлын Барселонаға тексеруге апарудың жалғыз мүмкіндігі бар екенін түсінді. Футбол агенті Орасио Ганджиоли көмекке келіп, баланы Испанияға алып кетті. Орасионың өзі Лионельді алғаш көргенде, оның жетістігіне сенбегенін есіне алды. Ол тым арық және кішкентай еді. Бірақ мен оны Барселонадағы жаттығуда көргенде ойымды өзгерттім. Мен оның керемет ойыншы болып өсетінін түсіндім. жылдың 3 қазанында Барселонаның спорт директоры Карлос Рексач кішкентай Мессидің әрекетін көріп, оны бірден келісім-шартқа отыруға шақырды. Қолында қағаз болмады, ал Карлос майлықтарға шарттың мәтінін сызды. Қазіргі уақытта Лионель Месси әлемдегі ең қымбат футболшылардың бірі болып саналады. Тони Брекстон бірде Тони Брекстон жанармай құю станциясына жанармай құю үшін келді. Өз кезегін күтіп тұрғанда, ол айналасындағыларға назар аудармай, өзі үшін күңгілдеді. Олар оны байқады. Дәлірек айтсақ, оны келесі кезекте тұрған музыкалық агент естіді. Ол өзінің алдында қандай талант тұрғанын бірден түсініп, Тониді кастингке шақырды. Мел Гибсон, ақшта ғана басты рөлді сомдаған фильмдері $2 миллиард табыс әкелген. 2 Оскар сыйлығының иегері барда төбелескеннен кейін өзінің жұлдызды мүмкіндігіне ие болды. Бірде оның досы оны экрандық сынақ өтетін жерге апаруды өтінді. Оның айтуынша, қандайда бір керемет фильм түсірілген. Сынақ қарсаңында Мел Гибсон барда мас күйінде төбелесіп қалған. Ол түсірілім алаңына шыққанда, оның соққыға жығылған жүзі режиссерді оның алдында сценарийде сипатталған үмітсіз әлемнің кейіпкері тұрғанына бірден сендірді. Бірақ Мел Гибсон екінші рет келгенде, оның көгерген жерлері бүркемеленіп, ол өте еркектік және тартымды көрінді. Содан кейін режиссер жас актерге психоға ұқсамайтын жалғыз кейіпкердің сөзін оқуды ұсынды. Нәтижесінде ол Мэд Мэкс фильмінде басты рөлді сомдады. Ол оның қолтаңбасына айналды және бүкіл әлемге танымал болды. Уитни Хьюстон Уитни үйлесімді ортада өсті. Өйткені Уитнидің ата-анасы ажырасуға шешім қабылдамағанға дейін, оның отбасында бәрі жақсы болды.
Әкесі мен шешесі бір-бірін үнемі алдап жүретін. Бұл оның отбасын үлгілі отбасы деп санауға болатынына шын сенетін қыз үшін үлкен соққы болды. Музыка қызды отбасындағы қиыншылықтардан құтқару болды. 1981 жылы оны менеджер Клайв Дэвис байқады. Ол оның түнгі клубта өнер көрсеткенін көріп, содан кейін оған бірінші келісім шартқа қол қоюды ұсынды. Уитнидің 1985 жылы жарық көрген және өзін қарапайым Уитни Хьюстон деп атаған алғашқы альбомы оған бірден керемет танымалдылық әкелді. Ол 13 миллион данамен сатылып кетті. Шарлиз Терон Шарлиз биші болуды армандады. Бірақ тізе жарақатынан кейін ол арманын ұмытып, басқа нұсқаларға ауысуға мәжбүр болды. Осылайша, Мэд Мэкс, Монстр және Норт Кантри фильмдерінің болашақ жұлдызы модель болды. Актрисаның мансабы Шарлиз үшін кенеттен банкте басталды. Терон пәтер жалдауға әрең ақша жинады. Және бір күні банк оның чегін қолма-қол ақшаға алу үшін қабылдамаған кезде қыз үлкен сахнаға шықты. Дәл осы сәтте банкте таланттар агенттігінің өкілі болды. Ол драмалық таланттарды бағалай отырып, Шарлиз оған визиткасын берді. Осылайша Терон шоу-бизнеске кірісті. Джейсон Стэтхэм қатыгез қаһарман рөліне бірден түскен жоқ. Жанкүйерлердің көпшілігі оның ұзақ уақыт бойы кәсіби спортпен айналысқанын біледі. Джейсонның ерекше таныстыру шеберлігін модельдік агенттіктердің бірінің қызметкері бағалады. Онда біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін Стэтхэм режиссер Гай Ричимен кездесті. Ол оған табыс әлеміне есік ашты. Мэрилин Монро есейген кезде, ол әскери зауытқа жұмысқа орналасты. Онда ол парашюттерді тексеріп, ұшақтарды отқа төзімді ететін затты шашатын. Дәл сол жерде оны Янг газетінің фотографы байқап қалды. Ол әскерлердің рухын көтеру үшін жақсы кадрлар іздеді. Нәтижесінде мұқабада сүйкімді жұмысшының суреті пайда болды. Джонни Депп бала кезінен атақты армандаған, бірақ актерлік өнерді армандаған емес. Жас кезінде ол рок жұлдыздың мансабын үнемі армандайтын. Сондықтан анасы ұлының хоббиін қолдап, оған алғашқы гитарасын сыйға тартқан. 15 жасар Джонни Деппті алкоголь мен есірткіден құтқарған музыка болды. 20 жасында ол Лори Энн Эллисонға үйленді. Ол киностудияда киім ауыстыратын бөлмеде жұмыс істеді. Және ол Деппті Николас Кейджмен таныстырды. Ол оған Қарағаш көшесіндегі Кошмар фильміндегі алғашқы рөлін алуға көмектесті. Памела Андерсон әйгілі Бейвич ойыншыларының бірі. Памела Андерсон мансабын Ванкуверде фитнес нұсқаушысы ретінде бастаған. Памела үшін даңқ сәті. Ол Канада футбол лигасының матчына сыра компаниясының логотипі бар тығыз футболкамен келген кезде келді. Ойындағы үзілістердің бірінде оператор Памеланың суреттерін үлкен экранға шығарды. Бұл көрермендердің көңілінен шықты. Мұның бәрі бүгінгі күн үшін сізге ұнады деп үміттенемін. Жазылуды, видеоның астындағы қоңырауды басуды, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сондай-ақ жазылыңыз және бізді әлеуметтік желілерде бақылаңыз. Бейне астындағы сілтемелер, ал сіз жиі күлесіз. Кім біледі, мүмкін біраз уақыттан кейін арна барлығына сіздің әлемге қалай танымал болғаныңыз туралы бәрін айтып беретін шығар. Барлығына сәттілік тілеймін. Көріскенше.